Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қазақтың ұлттық тамағы бешбармақ дайындайтын боламыз. Яғни бүгін біз ет асамыз. Алдыменен үлкен ыдысымызға мұздай су құйып, отқа қойып, одан кейін етімізді жуып саламыз. Бүгін мен бешбармақты жылқы етінен жасағалы жатырмын. Және құйрық майын қосып жібердім дәмді болсын деп. Қатты отта қайнатамыз. Етіміз бірінші қайнаған кезде бетіне көбігі шығады. Осы көбігін тарқатып алмай, дер кезінде алып тастау керек. Одан кейін тағы да бір рет көбігін алып тастаймыз. Мінекей етіміз қайнап жатыр. Жай отта қайнатамыз етімізді. Одан кейін бешбармаққа қажетті мынау қамырымызды илеуге кірісеміз. Мен бүгін бір үлкен зуала қамыр илегелі жатырмын. Сондықтан да 2 жұмыртқа салдым. Және арасында тұз қосылған жылы суымды аздан құйып, осылай илейтін боламын. Қамырды илеген кезде аздан суын құйып, оның басын біріктіріп, осылайша жақсылап, күшпенен жақсылап, күш салып әдемілеп илеу керек. Сонда біздің қамырымыз қатты болып, әдемі болып иленеді. Өздеріңіз білесіздер, бешбармаққа қамырын жұмсақ қылып илеп қоюға болмайды. Егер жұмсақ болса, қамырымыз езіліп кетеді. Мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, менің қамырым қатты болып, әдемі болып шықты. Енді қамырымды бір шетке қойып тындырып қоямын. Сосын 1,5 сағаттай қайнаған етіме сәбізімді салдым. Тұздық жасау үшін мінекей пиязды жарты шеңбер турадым, бетіне қызанақ турадым. Оны темір табаға салды қайнату үшін. Сосын сорпаның бетіндегі майларын осылайша шөмішпенен сүзіп алып, темір табағымызға құямыз. Темір табақты отқа қоямыз. Сөйтіп қамырымыздың тұздығын қайнатамыз. Мінекей менің тұздығым қайнап жатыр. Түсі де өте әдемі болды. Кішкене қызанақ қосқандықтан әрі дәмді болады. 3-4 минут қайнатып алғаннан кейін бетін жауып бір шетке қойып қоямын тұздығымды. Осы аралықта етіміздің сорпасының дәмін көремін. Кем болса тұз салып аламын. Одан кейін қамырымды алып, осылайша бір қайтара тағы илеп аламын. Сонда қамырымыз жайылған кезде кейін әдемі жайылатын болады. Міне күш салып әдемелеп илеп аламын. Өйткені менің қамырым қатты әдемі болып шықты. Қамырым бір зуала, үлкендеу зуала болғандықтан мен оны 2-ге бөліп жатырмын. Осылайша 2-ге бөліп кейін жайып алатын боламын. Үлкен болса жайылу қиын болып кетеді. Дөңгелектеп осылай зуала жасап аламыз. Мен 2 зуала жасап, міне қамырымды тындырып қойдым тағы да. Одан кейін картошкамды салып жатырмын сорпаға. Еті пісуге жақын қалған кезде картошкасын саламыз. Сөйтіп жай отта сорпамызды қайната береміз. Қамырымды жаюға кірістім. Алдыменен жұдырықпен осылай дөңгелектеп формасына келтіріп аламыз. Барлық жерінің қалыңдығын бірдей қылып осылай. Одан кейін тақтайымды алып, айландыра отырып осылай жаямыз. Арасында ұн сеуіп отырамыз. Мінекей мен қамырымды жайып болып қалдым. Жұқа әдемі болып жайылды, әрі дөңгелек, формасы да әдемі. Енді осыны жақсылап кесіп аламыз. Осылайша бөліктерге бөліп, қамырымды ыдысқа салып қоямын, кесілген қамырларымды. Мен осылайша 2 зуала қамырымды жайып,
осылайша кесіп дайындап қойдым сорпаға салғанға. Қамырды сорпаға салып пісіретін кезде алдыменен осы кесілген қамырымыздың шет жағындағы қамырларын саламыз, өйткені шет жағы сәл қалыңдау болады, сосын ортасын саламыз. Тексеріп көрдік, картошкамыз пісіп қалыпты. Картошкамды сорпадан алып жатырмын. Тексергенде білесіздер ғой, әркім әртүрлі тексереді. Мен пышақты тығып көремін картошкаға. Егер жұмсақ болса, өзі белгілі болып тұрады. Сәбізім де пісіп қалды. Сәбізді де сорпадан сүзіп аламыз. Етіміз де дайын болды. 3 сағаттай етіміз қайнады. Өте жұмсақ, әдемі болып пісті. Енді етімді де сүзіп аламын. Мінекей өте жұмсақ, әдемі болып пісті еттеріміз. Мінекей қойдың майы да уылжып тұрып пісіп. Қойдың құйрық майы. Осылайша етімізді, картошкамыз, сәбізін бәрін сүзіп алғаннан кейін бұлардың бетін жауып, кастрөлдердің бетін жауып, бір шетке алып қоямыз. Сорпасы азайып қалғандықтан кішкене қайнаған су қосып, кішкене су құйып жіберемін. Отын көтеріп, сорпасын жақсылап қайнатамыз одан кейін. Мінекей сорпамыз қатты бұрқырап қайнап жатыр. Осы қатты қайнап жатқан сорпаға қамырларымызды саламыз. Қамырларымызды бірінің үстіне бірін салуға болмайды, жабысып қалады. Салған қамырларды осылайша қозғап отырамыз, жабысып қалмас үшін. Сорпаның ашық жеріне қамырларды өстіп саламыз. Қамырды салған кезде сосын тез-тез салу керек, әйтпесе алғашқы салған қамырларымыз езіліп кетуі мүмкін. Қатты отта қайнатамыз қамырымызды. Жай отта қайнатсақ та езіліп кетеді. Қатты отта бұрқыратып, осылайша әдемілеп қайнатып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Негізі қайнатқанда ұзақ қайнатпаймыз. 3-4 минутта дайын болып қалады қамыр негізі. Сосын қайнап қалған, дайын болып қалған қамырымыздың біреуін алып, легенге салып, мінекей қолмен үзіп, дәмін көріп, піскен-піспегенін тексеріп аламын. Қамырымыз піскен екен. Олай болса, енді қамырымызды сүзіп алуға дайындаламыз. Алдыменен қайнап жатқан сорпамызға суық су құйып жібереміз кішкене. Қамырымыз езілмес үшін. Одан кейін нан шәуілменен қамырымызды сүзіп аламыз. Сүзген кезде сілкіп-сілкіп қамырдың арасындағы суларын ағызып жібереміз. Одан кейін қамырымызды легенге саламыз. Осылайша мен барлық қамырларымды нан шәуілмен сүзіп алдым. Легенге салдық, мінекей қамырымыздың бәрін салдық. Енді осы қамырдың үстіне алдын ала дайындалған тұздығымызды осылайша бетіне салып, арасын ашып саламыз қамырдың. Барлық жеріне мына тұздық жақсы араласу керек. Тұздық бұл қамырдың дәмін келтіреді. Майлардың бәрі арасына сіңеді. Әрі қамырымыз жабыспай тұрады. Тұздығын салғаннан кейін мол қылып салсаңыз, мінекей әдемі болады. Қамырдың дәмі кіріп, әрі көрінісі де әдемі. Осылайша тұздықтарын салып шығамыз.
Одан кейін картошкамыз бен сәбізіміз дөңгелектеп турап, қамырдың легеннің шет-шетіне қойып шығамыз. Әрі әдемі көрінеді. Енді осы легеннің ортасына міне етімізді саламыз. Сөйтіп дастарханға апарамыз. Қамырды, тамақты жеп болып қалған кезде сорпасын дайындаймыз. Қазандағы сорпадан құйып, оның үстіне бөлек ыдысқа құямыз. Тұздығымыздан қосып жібереміз. Сорпаға тұздықты қосқаннан кейін міне түсі де өзгереді, дәмі де өзгереді, ерекше әдемі болады. Енді осы сорпаға кішкене айран қосып жібереміз. Сөйтіп, сорпамызды жақсылап араластырамыз шөмішпенен. Мінекей біздің сорпамыз да дайын болып қалды. Дастарханда қамыр ауқатымызды жеп болғаннан кейін артынан осылайша сорпасын беремін. Бізде қазақта айтады ғой, ет етке, сорпа бетке деп айтып жатады. Тамағын жеп болғаннан кейін артынан осылайша сорпасын беріп жібереміз. Тамақты жеп болғаннан кейін біраз тамақ қалып қалуы мүмкін. Оны енді тастамаймыз ғой. Бұны осылайша тақтайшаға қойып, қамырларын ұзынша етіп кесіп, қамырларымыз кесіп аламыз. Қалған еттерінде ұсақтап турап бәрін кесіп, араластырып, нарын деп айтады ғой. Осылайша нарын жасап қоямыз. Сөйтіп, тоңазытқышқа салып қоямын. Ертесіне сорпа араластырып ішіп аламыз. Өте керемет болады бұл да. Егер сіздерге менің жасаған тамағым ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.